Сәлем достар, дәл осындай керемет Наполеон жасағыларыңыз келсе, видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен салқын суға жұмыртқаны, уксусты, тұзды қосып араластырамыз. Араластырып болған соң тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді сармайды үкіштен өткізіп, крошка жасап аламыз. Достар, мен жазға дейін 1000 оқырман жинайын деп алдыма мақсат қойғам. Сол мақсатыма жетуге көмектесіп, маған тіркеліп, видеом ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз маған үлкен мотивация береді. Алдын ала рахмет. Крошкамыз дайын. Енді жаңағы дайындап қойған суды қосып қамыр илейміз. Қамырымыз осындай жұмсақ болады. Оны мұздатқышқа салып 1 сағат қатырып аламыз. Сонда әдемі жайылады. Міне мұздатып алдық. Енді 10 бөлікке бөліп, өте жуға етіп жайып аламыз. Енді 22 диаметрлік формамен кесіп, 200 градуста 5-6 минут пісіріп аламыз. Қамырдың қалдығын дәл осылай пісіріп алыңыздар, сосын торттың сыртын әрлеуге қолданасыздар. Наполеонды пісіретін кезде вилкамен міндетті түрде тесіп шығыңыздар, сонда осылай ісіп кетпей әдемі болып піседі. Енді тортымыздың кремін дайындаймыз. Кремге қант, жұмыртқа, ұн, азырақ сүт қосып, беншікпен жақсылап араластырып аламыз. Әйтпесе ұнымыз түйіршек болып қалуы мүмкін. Сосын қалған сүтті де қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Араластырып болған соң, дәл осындай баяу отқа қойып, қою болғанша үздіксіз араластырамыз. Міне креміміз дайын болды. Енді оттан алып, тез суы үшін басқа ыдысқа құямыз. Кремнің бетін дәл осылай печевой пленкамен жауып қойсаңыздар, кремнің бетіне қаймақ жиналып қатып қалмайды.
жаңағы қалдықтарымызды үгітіп дайындап қоямыз. Креміміз суыды, енді формаға наполеондарды крем жағып жинаймыз. Кремді толығымен жағып, ұнтақтап қойған наполеонды барлық жағына сеуіп шығамыз. Міне наполеонымыз дайын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте керемет шығады. Дәмі ауыздарыңызда қалады.